Амансыздар ма халқым, қош келдіңіздер. Жұлдыз ақиқатқа сөзді бастамас бұрын тіркеліп комментарий жазып қоңыраушаны түртіп кетіңіздер. Ал ендеше өзіміздің шындығымызды, өзіміздің ақиқатымызды айта кетейік. Танымал актер Мүслім бағдарламасында жұбайы махаббатқа қандай қымбат сыйлық тарту екенін айтып хабарлай және өз ойын, өз пікірін айта кетті. Негізгі жағдайым жақсарған сайын әшекей секілді сыйлықтар сыйлап тұрамын. Махаббат, риза, бақыт екеуміз неге қиғанда мәһірге әшекей бұйымдар сұрады. Сол себептен нақты қандай сыйлық қалайтынын айтқан болатын. Жалпы махаббат өте экономика, тәртіпті, әдепті, атына сай сұлу бикеш екен. Тәуекел Мүслім актер болашақта 5 баласы болғанын армандайтын еді. Шіркін-ай, бала көзімде 5 бала болса екен деп армандай кетер едім. Бірақ сол қазір 2 баламның өзіне біраз уақыт күш кететінін көз жеткізіп, енді 3 балам болса солардың аяғына тұрғызып, жеткізіп алсақ, содан өзім бізге үлкен құрмет, дейді Тәуекел Мүслім. Сіздерге осы видео ұнаса, тіркеліп комментарий жаза кетіңіздер және де қоңыраушаны түрте кетіңіздер.